самых больших надежд сегодня в казахстанском профессиональном боксе. И, конечно же, любой его поединок воспринимается казахстанской общественностью как очень ожидаемый, и оппозиция с каждого раза растет. Мы видим флаг Казахстана в ринге. Берег Султан Жанибек Алимханұлы сопровождает его в ринге, держит сейчас наш национальный стяг. 3 года 11 месяцев боксирует Жанибек Алимханұлы, но по-настоящему набрал такой профессиональный темп только в прошлом году, проведя сразу 4 поединка. Да, и вы сейчас сами слышали, представили Жанибек Алимханұлы в ринге. Ya mine қазір кездесудің басталатын сәті Жанибек Алимханұлы бұған дейінгі жейделерінде өздеріңіз білетін болсаңыздар шорт тұсында мысалға Жанибек деген жазу тұратын болса, бүгінгі кездесуде Қазақ стайл деген осы бір өзінің лақап атын жазып шығып отыр. Бұл да дәл осындай кереметтей негізгі андеркарт гомин эвент кездесуде нағыз осы Қазақ стайлды танытатын керемет мүмкіндік. Ал бірінші болып жекпе-жектегі соққыны көрдіңіздер, қарсыласы жасады. Кореяның дегенмен де соңғы соққыны Жанибек Алимханұлы жасайды деп сенеміз. Ал алғашқы раундтан екі боксшы да бірден бірін-бірі аңдысып жатпайтынын, кездесуді жарқын мәнерде өткізуге ниетті екенін аңғартты. Қазақ стайлдың асықпай аңдысып жүріп Кореяның әлсіз тұсын дәл табатынына сенеміз. Міне қазір әзірге джебпен тексеріп көруде және бұл жолы Жанибектің соққылары қорғаныстан қайтты. Оба соперника являются левшами, не спеша начинают бой, проверяют друг друга. Есть такое взаимное уважение в начале боя каждого из соперников. Каждый пытается рассмотреть, на что готов его соперник. И Жанибек сразу занимает центр ринга, потихоньку работает джебом, проверяет постоянно сейчас голову аргентинца. Навстречу выкидывает двоечку Аргентине. Сейчас защита Жанибека была на месте, хотя немножко смазана. Удары прошли. Судья разнимает, и у нас первый раунд продолжается. Уже больше половины прошло. Очень хорошо сейчас зацепил слева длинным левым боковым Жанибек Алимханұлы. И постоянно дергает он своего аргентинского соперника, заставляет его делает много лишних движений и тут же посылает его в первый нокдаун в данном поединке. Я қазір Жанибектің күрзі жұдырығының дәмін сезді. Гонсало Гастон Корея және алғашқы нокдаун тіркелді. Бірінші раундтың бітуіне 1 минут қалған кезде Жанибек енді бірден осы алғашқы раунд барысында қарсыласты құлатып салуға күш салады мекен, әлде екінші раунд өткізуге ниетті мекен, оны да байқап көреміз. Жанибек жоқ, асығып жатқан жоқ. Қазір қарсыласты. Довольно растерянным выглядел, кстати, аргентинец. После нокдауна, видимо, прочувствовал силу удара Жанибека. И, по всей видимости, Жанибек решил не форсировать события в первом раунде, а немножко еще поработать. Здесь я с тобой опять соглашусь. Я қазір Жанибектің бұрышындағы оның секунданттарда бапкерлер де осыны айтқан болу керек Жанибекке. Қатты асықпа деген секілді, асықпаған арбамен қойын аласың деген қазақтың қанатты сөзі бар. Ал Жанибектің бұрышында әдеттегідей көріп тұрсыздар өзінің бұл Гонсало Гастон Кореяның бапкерлері. Ал бұған дейін жекпе-жекте Жанибектің жанында үнемі бапкері Бадди Макрит және Катмен Рас Андерден
ретінде жақсы білеміз. Сол секілді оның директоры Жәнібектің ағасы болып жүрген Берік Сұлтан бауырымыз да осы Жәнібекпен бірге 4 жыл бүгінде Америка Құрама Штаттарында өткізді. Сол жігіттер қазір бұрышта тұр. Жәнібек ақылын ескермей. Буквально на классе, сейчас вы видели на повторе сами, подловил Жанибек своего соперника, вытянул его на себя. Аргентинец дернулся и навстречу буквально поймал Жанибек его левым боковым, отправил на настил и зафиксировал первый нокдаун в первом же раунде сегодняшнего поединка. У нас второй раунд начинается. Я думаю, Жанибек уже все для себя понял по сегодняшнему сопернику. Будет, что называется, потихоньку его на части разбирать. Дает, конечно, немножко поработать. Аргентинцу это тоже нужно, чтобы посмотреть, прочувствовать себя в бою, проверить на практике комбинации, которые нарабатываются на тренировке. Но видно, что аргентинец уже ощутимо боится ударов нашего Жанибека. Тот самый первый нокдаун и масса других ударов в первом раунде заставили уважать нашего бойца и, что называется, околачивает канаты во втором раунде. Курия, боясь нарваться на встречный левый боковой или левый прямой, вот, хорошо провалил сейчас Жанибек своего соперника, поднырнул удачно под левый боковой. Аргентинец также является левшой и тут же незаметно так воткнул правый сбоку и опять же ушел под бьющую руку. На классе работает Жанибек, чувствуется его уровень, и аргентинец, по-моему, сам уже не знает, что делать в ринге сейчас. Я қазір солақай боксшылардың солқай жекпе-жегі өрбуде, ал Жәнібектің басымдығы раунд өткен сайын артып барады. Кореяның енді бұрыштан бұрышқа осы бір теңеу түрінде айтатын болсақ, 5-ші бұрышты іздеп жүр. Шаш алаңдағы. Ал Жәнібек енді кездесуді аяқтауға асығар емес, қарсыласты жақсылап сезінгісі келіп, және өзінің де осы үлкен жекпе-жекте сағынып қалғаны анық сезіледі. Жәнібек қазір бұрышқа тақалған қарсыласты тамаша бір екі соққымен тексеріп көрді. Және Корея енді алғашқы раундта соққыға соққымен жауап қатуға, соққы жасай жүріп қорғануға тырысатын болса, енді екінші раундтан бастап шабуылдың не екенін ұмыта бастағандай. Бірыңғай қорғанысқа кетті және тамаша қос соққының екіншісі сол қолмен өткен тіке соққы болды және екінші соққының да ектің астынан кеткені міне бұл нокаут енді. Бұл жерден енді бұндай соққыдан кейін ояну бұл оңай болмайды қазір. Жәнібек қазақ стайлдың соққысы, сол қолмен жасаған құлаш соққысы бірден қарсыласты қалың ұйқыға жіберді. Рефери останавливает бой, зафиксировав победу нокаутом нашего Жанибека. Удар получился на загляденье, очень жестким, буквально под занавес второго раунда. Примерно на ту же комбинацию нарвался аргентинец. До этого 20 секунд, когда оставалось, опять Жанибек потряс его повторной комбинацией, которую мы видели в первом раунде, когда аргентинец улетел в нокдаун. Ну, видимо, не совсем сделал выводы до конца аргентинский боксер, и глубокий нокаут буквально на Жанибек его посылает. Я міне Жәнібек кереметтей жеңіске жетті. Өзінің 9-шы кездесуіндегі 9-шы жеңісі және 5-ші нокауты. Сіздермен бірге дәл қазір осындай керемет жеңістің куәсі болдық. Айдар, қалай енді Жәнібектің аяғы алса? Я думаю, что хорошо провел Жанибек бой сегодняшний. Во-первых, показал наработанные комбинации, хорошо поработал на ногах, выдергивал на себя, активно бил в ответ. Понятно, что аргентинец не является для него все-таки соперником по его уровню, но это нужная победа на данном этапе карьеры. Жанибека 9-й поединок, 9-я победа. Жанибек боксирует в среднем весе нашего Геннадия Головкина, в котором Геннадий собрал в свое время все пояса практически, и является, наверное, самой главной надеждой в
этом весе со стороны всех казахстанских болельщиков. И хотелось бы увидеть в скором времени его в бою за пояса чемпиона мира. Вот видим, мы хорошо поймал выдвинув на себя Жанибек сначала правым боковым, а потом вдогонку ударил левым уже сбоку и оказался в глубоком нокауте. Иә, міне қазір құлақ шекеден жасалған осы бір соққының қайталауын бізге режиссерлар тағы да ұсынуда. Кереметтей соққы болды. Бұның алдындағы екі соққының, біреуі сол қолмен жасалған тура соққы, одан соң оң қолмен де әдемі иектің астынан соққы тиді, ал үшіншісі міне ер кезек үшке деп Жәнібек терең ұйқыға жіберді қарсыласын. Көк туды жамылып шыққан Жәнібек Әлімханұлы кеше ғана осы Берік Сұлтан бауырымыздың көк байрағымызды үтіктеп, қыртыстарын жазып, Жәнібектің иығына жеңімпаз болғанда жабуды жазсын деп өзінің тілегін білдірген болады. Міне сол көк байрағымызды жамылған Жәнібек қазір жарқын жеңіске жетті. Тағы да қайталап айтайық, бұл негізгі андеркарт, басты жекпе-жектің алдындағы кездесу. Эммануэль Наваррете мен Рубен Вилла арасындағы кездесудің алдында міне ең негізгі андеркарт кездесу болуға лайықты деп біздің Жәнібек Әлімханұлының кездесуін ұйымдастырушылар топ рэнк ұйымы, Бопаров басқаратын осылай деп шешім қабылдаған болады. Сол Жәнібек қазір қарсыласын айқын басымдықпен ұтты, нокаутқа жіберді, бір нокдаунды да тіркеді алғашқы раундта. Ал сол жеңісті қазір ресми түрде рәсімдейтін сәт. Бірге тыңдайықшы. Жәнібек Әлімханұлы, міне Қазақстан, Қазақстайл, осы қазақ боксының мәнерін үйретіп, күллі әлемге паш етіп мойындатамын деген өзінің арманы бар еді. Бұған дейін біз мексикалық бокс стилі секілді өзге де бокс мектептерін бүкіл осы кәсіпқой бокс әлемі білетін болса, бұдан былай Қазақстайлды да білетін болады. Оған көрерменнің де бокс мамандарының да көзін де құлағын да үйрету керек және соған сендіру керек. Бұған Жәнібектің толық мүмкіндігі жетеді. Қазақстайл деген атты, бүркеншік атты алып шығуға, лақап атты алып шығуға әбден лайық боксшы. Қазір міне сол Жәнібектің қарсыласын, міне бұл осы жағы нокауттың алдындағы алғашқы сол қолмен жасаған соққы, одан кейін оң қолмен міне бір басты әдемілеп иектің астынан ұрып көтеріп алды да, міне осыдан кейін сол қолмен нүктесін қойды, леп белгісін. На ваших экранах были победные удары нашего Жанибека Әлімханұлы, который послал в глубокий нокаут своего аргентинского